Шаңғышылар мен биатлоншылар қала және облыс басшылығын Ридзерде шаңғы роллерлік тас жолының құрылысын қолдауды өтінуде. Спорт нысанының жобасы дайын, ал оның жүзеге асырылуы қаржыландырылуына байланысты болады. Ридзерде қысқы спорт түрлерін дамытуға жанкүйер адамдардың арқасында Матрёнин Соколок төбешігінде жақында шаңғы шеңбері пайда болды. Онда спортшылар кәсіби тұрғыда жаттыға алады. Алайда ол қыс кезінде. Ал жазда шаңғыны роллерларға ауыстырып, спортшылар жолдың жабдықталмаған телімдерімен тебуге мәжбүр. Жаттығу процесінде құрылысы жайлы шаңғышылар мен биатлоншылар бұрыннан армандап жүрген шаңғы роллерлік тас жолы үлкен негіз болуы мүмкін. Бүгіндері жоба жүзеге асырылуға толық дайын. В феврале 2022 года 2022 жылдың ақпанында қала әкімінің есеп беру кездесуінде Даниал Кенжетайұлы болып, мен осы жобаны жүзеге асыру өтінішімді білдірдім. Қарапайым адам үшін бұл жай асфальттанған жол, ал спортшы үшін бұл қажетті көлемде төмендеулері мен көтерілулері бар жабдықталған тас жолы. Спортшыға нақ осындай арнайы жабдықталған тас жол қажет. Біздің жағдайда кадрлық резервті дайындайтын тас жол болады. Осы жылдың ақпанында Олимпиец спорт клубының жетекшісі Михаил Ковалев қала және облыс басшылығына шаңғы роллерлік тас жолының құрылысын қолдау өтінішімен жүгінді. Ол шаңғы роллерларын, велосипед және роликтік коньки тебуге, сонымен бірге жаяу және жүгіретін спорт түрлерінің спортшыларының жаттықтыруларына арналатын болады. Бүгіндері екі жобаның басылымдылығы қарастырылуда. Шаңғы роллерлік тас жолының және Сокол стадионының қайта конструкциясының. Когда встает вопрос приоритетности именно Стадионның қайта конструкциясына немесе шаңғы роллерлік шеңберінің құрылысына қатысты қаржы бөлу сұрағы тұрғысында бірінші кезекте шаңғы және биатлонмен айналысатын көп балалардың жаздағы қауіпсіздігіне назар аудару керек. Өйткені ол балалар жаттығу процесін ұйымдастыру үшін жүретін жолдарға шығуға мәжбүр болады. Облыс және қала басшылығының ерікті шешіміне енді қандай жағдай ықпал ету керектігін білмеймін. Ол жайлы ойлағымда келмейді. Қаржы бөлінеді деп үміттенемін. Екі нысанда керек, алайда біз тұрғындарды салауаттандыратын, әлеуметтік мәселені шешетін шаңғы роллерлік тас жолын қалаймыз. Жыл сайын Ридзерде қысқы спорт түрлерімен шұғылданатын балалардың саны артып барады. Соңғы 5 жылда ол 40%-ға артты. Бүгіндері қалалық жарыстардың қатысушыларының саны 250 адам. Биатлон және шаңғымен жарысу спорттық көпшілік түрі. Сол себептен де оларды дамытудың маңызы зор. Қалалықтардың стадион маңызды ма, әлде тас жол маңызды ма деген сауалдарға қатысты пікірлерін білу үшін онлайн дауыс беру өткізілген. В соцсетях мы разместили схему расположения. Біз әлеуметтік желіге шаңғы роллерлік шеңберінің сұлбасын салдық. Адамдарға ол жай жол емес екені, арнайы жабдықталған, 3 километр ұзақтығы бар және бос уақыттарында келіп, жүгіріп, жаттығуларына болатын жол екені түсінікті болуы тиіс. Әлеуметтік желідегі екі жобаны жүзеге асыруға қатысты белсенділік осы екі сауалды шешудің қажеттілігі зор екенін дәлелдейді. Әлеуметтік желідегі сұрау нәтижесі шешім қабылданғанда ескерілетін бола ма? Оны уақыт көрсетеді. Бәлкім жақын келешекте Ридзерде ұзақтығы 3 километрлі шаңғы роллерлік тас жолы пайда болады. Саябақ аумағымен біріктірілген спорт нысаны, мұндайлар қазақстандық үлкен қалаларда бар. Шаңғы роллерлік тас жолы ұзақ төмендеулерімен, ірі көтерілістерімен, көркем ормандар айналасында біздің шағын спорт қаламыздың нағыз тартымды жеріне айналар еді.